Сәлем достарым, қалдарың қалай? Сендермен бірге мен Тоқалай Фарнаса. Бүгін менде жаңа видео. Ол бізде Эниттің үйін жасаймыз және де өзінде жасайтын боламыз. Менен көбісі сұраған болатын, Энит кім деп сұрасаңыздар, ол бізде Уэнзейдің досы, яғни құрбысы деп айтылады. Және ол түрлі түсті киімдерді және өзі ашық түсті жақсы көреді. Сондықтан да біз бүгін соның үйін жасайтын боламыз. Алдыңғы комда айтылған болатын соны жасашы деп, ал енді біз жасайтын боламыз. Сіздер арнаға тіркеліп лайк басып кетіп отырыңыздар, ал ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші мен Эниттің өзін жасап алатын боламын. Бізде мынау Wednesday, Wednesdayге ұқсамағанды шығар, білмейді екенмін. Және де енді біз мына қыздың шашын таңдайтын боламыз. Так, білесіздер ма? Короче, мынандай шаш таңдаймыз. Және мынау бізде ақ болу керек, вроде. Да. Кішкене давайте сұрлау қылып қоя салайық. Кішкене так қазір. Менде жаңа басылмай қалды, білмеймін не қылып екенін. Короче, басылмай қалды, және де мен қазір кішкене мынандай түсті алатын боламын. Енді көзден біз мынандай аламыз, тағы да бұрыннан кішкене өзінің цветіне жақын алатын боламыз, себебі өзіне цвет болып тұру керек. Енді ауызда так, осыны ала берсек болады, негізі осыны, может быть, или мынаны. Короче, давайте кәдімгі күліп тұрғанда алайық. Және де біз кішкене осындай қоямыз. Себебі осындай вроде бар ода, мен онша қатты көрмедім. Негізі, если керек емес болса, онда мен қазір алып тастайды аламын. Сондықтан да қазір кішкене көрейік, болады екен, болмайды екен. Мен анау кішкене көзбен үлкен болып тұрады ма деп ойладым да. Так, қазір көріп жіберейінші. Осылай, либо осылай. Жарайды, либо алмай қояйық қазір. Кейін мынадан розовый қыламыз, давайте. Және де мен мына жақта вообще таппай жатырмын. Неге екенін таппай жатырмын. Үлкен кішкене домалақтау сәл. Олай жоқ екен, вроде. Қараңыздар, шынымен де жоқ. Мына жақтан қарасам, бұл жақта білмеймін даже. Ұнамай тұр, короче, ешқайсысы. Мынандай ала берейін ба? Осындай ала берейші. Мен мынандай ала берейін. Және де киімнен бізге оған мынандай киім кигізгім келіп тұр. Мен себебі ол түрлі түсті жақсы көргендіктен осы киімді кие берсін. Енді басына мынандай қазір мынаны тағып алсын. Және де бұл уже болды, нормально. Енді біз қазір үйін соғатын боламыз. Бірінші біз үй таңдап алайық. Жаңағыда мына түрлі түсті үйді қояйын ба? Қазір көрейін, мына түрлі түсті үйді қоя берейін. Осы үйді қоямыз әрине. Себебі ол короче, ашық түстерді және де короче, барлық түстерді жақсы көреді. Оған қара цвет ұнамайды, және де ашық жүргенді ұнатады. Извините, ашық емес, короче. Енді қазір мыналардың бәрін құрып тастаймыз. Міне өзінде, мына жақта өзінде бар екен негізі. Бірақ мен қайтадан бәрін жасайтын боламын деген сияқты ғой. Қазір үйін жасайық. Ойбай, қазір мынаны жасайық. Ол жақта бізде бар. Мынандай түс бар. Либо қазір білесіздер ма? Мынандай түс бар. Мынандай. Вот бұл түрлі түсті. Түрлі түсін ала берейін, себебі жақсы деп ойлаймын. Енді осы вроде бы нормальный барлығы. Енді астына не алсам болады екен? Астына осындай розовый түсті алайық. Либо так, қазір көремін. Розовый түсті заттар пол болса, розовыйды алған дұрыс негізі. Кішкене себебі ашық түсті. Міне осылай қоя салайық. Розовый. И то вот болды. Өте әдемі. Енді біз мына жаққа, короче, комнатасын жасаймыз, ал мына жаққа біз кухня вроде или жуынат бөлме, там білмеймін. Менде мына жақта бір комната артылып қалады. Мысалы қараңыздар, мына жақта ең соңында комнатада
Бұл жақта спальня болса, мына жақта жуынатын бөлме болса, мында зал, мында кухня болады да, мына жаққа ешнәрсе істей алмаймын. Может, ол жаққа бір нәрсе қойып қалармын, бірақ қазір көремін енді. Енді біз төсек аламыз. Қандай төсек аламыз? Кішкене мынадай төсек алғым келіп тұр. Осындай төсек алайын. Да көрейік. Бұл жақта барлығы негізі ақ. Міне қараңыздар, мен мына жақтан мынаны таптым. Бұл вроде комод. Және де қандай шкаф бар. Бірақ негізі шкафтардан не жоқ. Міне түрлі түсті шкафтар ғой. Ой, типа мынандай, короче, осында қоя саламыз. Енді так, қалай қойсам болады? Бұлай қояйын ба? Либо мынаны бұлай қояйын да, достар, иә? Сосын мына жаққа сабақ орындайтын стиль қоямын. Яғни бір нәрсе істеуге арналған десек те болады. Бұл жақта енді қандай стильдер бар екен? Соны көріп алайын. Жоқ, мынау болмайды. Так, жарайды. Сонда бізде ондай стиль жоқ екен. Бірақ бір ашық четті қоятын боламыз. Мынандай қояйық. Бірақ кішкентай артқа болып қалады. Сондықтан да басқасын қояйық. Негізі розовый ғана емес. Барлық түстерді болады негізі, короче. Мынау қандай түстер вообще. Жарайды, осыны қоя берейік. Және бұлай қоямыз. И үстіне бір компьютер қояйық, давайте. Сол кезде вообще күшті болады. Мен розовый компьютер білем әйтеуір қайда екен, типа ноутбук сияқты. Міне, мынау. Осындай қоямыз. Және де мына үстілеріне қандай не қойсақ болады. Мысалы, мынау түрлі түсті кішкене болып қалады. Мынандай. Негізі мен көбінесе розовый қойып жатырмын. Білмеймін. Может, ондай не жоқ деген сияқты ғой енді. Так. Мынандай розовый зат бар еще. Ренстер. Күшті, иә? Және де болды. Мен мына жақтан қарап көрейін, не бар екен бұл жақта да. Так, ашық түсті, және де нормальный бір зат керек. Мысалы, мынандай гитара. Бұл гитара норм. Және де... достар, давайте мен йога қоям қазір ана жаққа. Йогамен айналысатын, және ол жақта барлығы бар йогамен айналысатындай. Осы жақта. И мынандай мынаны ашайын да, мынаның ішіне бұлай, мынандай сап қояйын ішіне. Және де болды. Және де қазір свет қою керек біз әрине. Светсіз болмайды вроде. Енді мынандай свет қоямыз, енді басқа қандай свет қоямыз. Потому что түрлі түсті, ондай цветный не жоқ вроде. Еще мынандай қойып қояйын. Және жаңағын қою керекпін. Жаңағы мынаны тағы да бір рет бүйтіп. Міне, болды. Енді мынадай қойғым келіп тұр, және де мен негізі былай. Бұл төбеде тұрады екен ғой да. Былай қоя салайын, жарайды. Және де болды вроде. Мынадай түрлі түсті бар екен еще, бірақ бұл үлкенірек, кішкене. Мынандай бар. Негізі көп бар екен негізі, е? Что? Көп бар екен. Мен білмедім, что болмайды деп ойладым. Және де мен енді кремний бар деп ойлаймын енді. Кішкене түрлі түстілеу бір. Мына жақтың бәрі, короче, розовый болып кетті ғой. Жарайды, бола берсін, розовый өте қатты айтпаған негізі. Не болды. Және де қыздың комнатасы дайын. Қазір біз өзіміздің қызды шығарып алайық. Міне ол бір классына да күшті. Осындай түрмен. Енді біз мына жаққа жуынатын бөлме қоямыз. Жуынатын бөлмеде енді түрлі түсті жоқ. Сондықтан да ашық түстерін қоя беретін боламыз. Мысалы, мына жақта бізде не бар? Мынандай қойық. Себебі ол ашық түстерді жақсы көреді. Және де онда андай жаман прям заттарға бар ғой. Білесіздер ғой, өздеріңізде. Ол жақтыртпайды, жаман таракан анамлаларды, ал наоборот Уэнсдей ол жақсы көреді. Екеуі әртүрлі. Бірақ мен олардың сериалдарын көрмедім.
оны көрсем, оны білетін едім олардың есімін, және мен оның есімін Арен дегенде таптым, білесіздер ма? Мен оны ойламадым, что ондай есім болады деп, бірақ болады екен. Да. Мен ойламадым, ол есім емес шығар деп ойладым. Бірақ сол есім екен, оказывается. Мен қызыл светті қоятын боламын, мына жаққа былай. И потом мына жаққа тоже осы қоятын боламын. Болды. Тоже дайын, бірақ мен мына жаққа кәдімгі картинкаларды қойғым келіп тұр еще. Мынандай мысалға, мынадай күшті ғой мыналар негізі. Әдемі еще тұрады. Осындай картинкалар. И мына жаққа бір полка қояйық. Кішкене. Жоқ, полка болмайды екен. Так. Мне мына полка ше. Мына полка тоже болмайды. Мынандай ода кішкене полка қояйық. Болды. Мне мына қыз қарады. Прям керемет деді. Короче, осылай істеу керек. Және де мына жақ бізде зал. Залға да келіп жеттік уже. Бізде 9 минут болыпты, достар. Ё-моё. Мында түрлі түсті диван бар ма? Түрлі түсті диван жоқ шығар. Да, точно. Не, шын өмірде түрлі түсті диван болады деп ойламаймын. Зато мынандай диван бар. То есть диван емес енді. Кресло. Және де мен мына жаққа қандай не қойсам болады? Бізде далада боран болып жатыр, достар. Мен кішкене терезе ашып қойған болатынмын. Прям боран болып жатыр дала. Сіздерге өзім ауа райымды, біздің яғни қаланың ауа райын көрсетейін ба? Келесі видеода сіздерге көрсететін боламын. Сіздерге көрсет деп жазсаңыздар, онда обязательно көрсететін боламын сіздерге. Және де мен достар не қойсам болады? Мысалы гүл қояйық. Гүл, оған гүл ұнайды деген ойдам, потому что ашық жақсы көретін адамдар ашықты, онда ол обязательно. Маған негізі гүл өте қатты ұнайды. Гүлдер негізі адамның несін ашып тұрады ғой, үйдің несін қалайды. Үйдің көркін ашып тұрады. Мен видео түсірген кезде білмеймін, от қалам не айтарымды. Сондықтан да мен қобалжып кетемін. Оны несімен қараңыздар. Мынаның ішінде, короче, типа не бар? Анараска сияқты бір нәрсе бар. Мен ютубтан көрген болатынмын. И так. Сіздерге шортстан құпияларын түсірейін ба, соны комментария жазып кетіңіздер. Если түсір десеңіздер, мен обязательно түсіремін оны сіздерге. Сіздердің қалауларыңыз бойынша. Және де достар, мен міне болған сияқтымын уже. Себебі уже қалмады, білмеймін неге. Қалмады уже, айтқандай уже қалмады. Мына жаққа мен тігін қояйын, давайте. Тігін қойғым келіпті мына жаққа. Мына артқа. Міне. Және кішкене ауырып тұрмын. Бірақ сіздерге түсіріп жатырмын. Ойбай. Мынаны. Ойбой. Не болып кетті? Міне осылай қырсығып қалады. Міне болды. Наконец-то болды. Енді мен свет қою керекпін. Маған вообще свет проблема бар ғой, маған таңдау. Маған негізі реально свет проблема. Потому что, білмеймін, мен свет таңдай алмаймын. Қайсысы күшті, әдемі емес, қайсысы күшті жанады деген сияқты да. Сөйтіп таңдаймын, мен білмеймін, неге өйтіп таңдайтынымды. Және мен караоке қоямын, былай кішкене. Және де мына жаққа, мына жаққа кемпір қосақ қойық, давайте. Типа кемпір қосақ. И мынандай светтер қояйық. Мынандай свет қояйық және де. Және болды менің залым. Енді мына жаққа біз кухня істейміз. Или мында істеймін, жарайтынды істей берейікші, потому что бұл жерді кішкене үлкен сияқты. Так. Мына жақта жоқ екен, жарайды. Онда мынандай көк қоямыз. Сыртында нелері бар, жабыстырғыштары. Және мына жақта көктің сыңары бар ма екен, соны көрейік енді. Көктің сыңары жоқ болса мен не істеймін? Так. Мынаны қоя салайын ба? Жоқ. Бұл болмайды. Үйлеспей қалады, как всегда. Жарайды, мынаны қоям. Мында, короче, не жоқ қой. Так, мен жаққа фиолетовый не қойғым келіп тұр.
фиолетовый шкафчик под типа шкаф типа так міне осындай осының ішіне короче мен қоямын бір нәрсе және де андай микроволновка деген сияқтыларды қойып қоямын. Негізі өте ыңғайлы осындай қоюға, және де мына жаққа былай қойып қойған келеді. Осы жаққа да бір нәрсе қойып қоямыз. Қазір мен микроволновка алайын. Мына жақта ол қара. Мынау қара ғой да. Жарайды, көк ала берейін. И так. Мына жақтан ыдыс аламыз. Жоқ. Бар ма екен түрлі түсті ыдыс? Соны қарау керекпіз. Мысалы мынандай алайық. Ой қайда? Ойбай. Той. Жарайды. Бұлай алайық. И мынау қосылып кетті байқамай. Жарайды. Енді мынандай, мысалға мынандай, мынаны қоя салайын. Және де так. Және болды вроде. Мынаны қараңыздар, мынандай алайын да. Бұл айтпақшы, мына шайникпен кружка новыйдан шығыпты айтпақшы, мен білмедім. Новыйдан шықпаған шығар деп ойлағанмын ғой, бірақ новыйдан шықты шынымен де. Және де крем қоямыз. Обязательно крем қою керекпіз. Так, енді мынандай крем қояйық. Айтпақшы, мен ұмытып бара жатырмын ғой. Стол қоюды. Мынандай стол қояйық. Жоқ. Так. Бір әдемі стол іздеу керекпіз өзімізге. Мынадай стол бар екен. Және де мынадай стол бар. Мынадай стол қояйық. Мен қалай таппағам мына столды. Және мынандай қызыл не қоямыз. Светтен бізде қоямыз. Так. Бір үлкен бір свет бар ма? Кәдімгі қызылдау. Қазір көрейік. Прикиньте, нашла. Мен таптым. Мен мына жаққа ештеңе істемеймін. Және мен болдым. Бұл, короче, бұл қалай атын ұмытқам. Энет. Аты бұл қыздың аты Энет. Мынау, короче, қыз келеді. Мына қыз келеді. Мына қыз, короче, мынандай болып тұрса, мына қыз қазір мынандай болып тұрады, типа. Осылай, короче. Жоқ. Мынандай болып тұрады. Ал мына қыз, короче, екеуіне мынаған қара ұнайды, мынаған түрлі түсті осындайлар ұнайды. Ал енді екеуіне қалай видео түсіреміз? Сода комментария жазып кетіңіздер. Және сіздер қайсысын қолдайсыздар? Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.